Сәлем достар, бүгін мен сіздермен контенттің 20 түрі жөнінде айтатын боламын. Яғни, егер сіз Instagram немесе YouTube каналы жүргізетін болсаңыз, онда бұл видео сізге арналады. Яғни сіз адрес бойынша келдіңіз. Ендеше, осы құнды ақпараттарды толық пайдаланып іске асыратын болсаңыз, сіздің әлеуметтік желіңіз 180 градусқа өзгереді деп айта аламын. Егер сіз осы әдіс тәсілдерді қолданатын болсаңыз. Ендеше, кеттік. Бірінші түрі бұл жаңалықтың әсері. Жаңалықтың әсері дегеніміз, бұл жаңалықпен бөлісу ғана емес, яғни сіздің айтып жатқан дүниеңізді тек бөлісу ғана емес, бұны жаңаша форматта көрсету. Яғни сіз егер пост ретінде тағы басқа видеоға анда-санда түсіретін болсаңыз, сол форматты өзгерту керек деген сөз. Яғни сіз просто так айтып жүрсеңіз, оны мысалға қонақ шақырып айтыңыз. Біреумен бөлісіп айтыңыз, немесе көшеде жүріп айтыңыз, немесе басқа бір локацияда деген сияқты басқаша бір форматпен, немесе болмаған өзінде артынан сөйлеп тұрып текстпен жазып айтыңыз. Бұл ерекше бір басқаша форматтар, яғни барлығын тексеріп көрмейінше оның пайдасын көре алмайсыз. Сондықтан айтып жүрген дүниеңізді басқаша форматпен шығарып көріңіз. YouTube-тың трендке айналғанын бәріміз білеміз. Біріміз көрерменбіз, ал біріміз көрсетеміз. Егер сен өзіңнің қабілетің арқылы алдағы уақытта YouTube-тен ақша тауып, өзіңнің танымалдылығыңды арттырғың келсе, YouTube-ке кел. Біз сізге YouTube-тың барлық қыр-сырын үйретеміз. Ендеше толығырақ ақпарат астында. Кездескенше. Екінші түрі бұл ерекше формат деп аталады. Яғни ерекше формат деп былай айтуға болады. Мысалға біздің жасап жатқан контентіміз Instagramға жазып жатсақ, видео түсіріп жатсақ, оған не түсіреміз деген жаңағы сұрақ тағы пайда болатын. Біз алдын ала жазып қойып, белгілі бір контентті тек соны камераға, телефонның немесе камераға түсіп, айтып, соны Instagramға немесе YouTubeға салсақ болады. Бұл келесі қадам. Яғни бұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Тек сізге жазып жүрген дүниеңізді видеоға түсіріп айтсаңыз болғаны. Солай жасап көріңіз, эффектісін, әсерін содан кейін көретін боласыз. Текстар жақсы ма, или видеомен түсірген жақсы ма? Бұны жасап көруге кеңес беремін. Үшіншісіне кеттік. Бұл бірегейлік, яғни ерекшелік деп аталады. Бұл форматтың тым ерекше болуын, яғни ешкім білмейтін, естімеген ақпаратпен бөлісу. Мысалға, теория, методика, формула, немесе бір шығып жатқан жаңа аппараттардың ішіндегі құрылыстары деген сияқты, телефондағы ешкім білмейтін құрылыстар. Сіз нені жақсы білесіз, сол арқылы ішкі дүниесін, яғни ішкі, совсем ешкім білмейтін дүниені көрсету арқылы сіз өзіңізге аудиторияны қарата аласыз. Яғни оларға сенімділікті арттыра аласыз. Сіз сол арқылы, сол тақырыпта, сол салада көп деген нәрсені ішінен білетініңізді көрсете аласыз. Сондықтан бұл ерекшелік деген форматты жақсылап ұстансаңыз болады. Келесі, жеткізу тереңдігі деп аталады. Яғни бұны аты айтып тұрғандай, бұл бір тақырыпты айтқан сайын соншалықты құнды болады деп жазыппын. Яғни жұмысқа орналасу жайлы бір бөлек тема айтсаңыз, мысалға Instagramда сіз жұмыс қалай табу керек, жұмысқа қалай орналасу керек деген тақырып бір бөлек, ал студенттерге жұмысқа орналасу деген бір бөлек. Сондықтан жеткізу тереңдігі дегеніміз осы. Яғни үй алу, мысалға үй алу темасы бір бөлек, студенттерге қалай үй алуға болады деген тема бір бөлек, пенсионерлерге қалай үй алуға болады деген тема бір бөлек. Яғни узкий направление деп аталады, яғни қазақшасы терең үңілу. Сондықтан осы тақырыптарды қолдансаңыз болады. Келесісіне кеттік, жеке тәжірибе. Яғни аты тағы да айтып тұр, сіз өзіңіздің жеке тәжірибеңізді қорыта келе, өзіңіздің түйгеніңіз, яғни жақсы болсын, жаман болсын, главное,
шыққан нәтижесін сіз бөлісетін болсаңыз, сіз өзіңіздің аудиторияңызға құнды бола бастайсыз. Яғни сіз өзіңіздің түйгеніңізді факт ретінде көрсететін болсаңыз, осындай жасадым, осындай нәрсе шықты, менің түйгенім бұл дұрыс емес, бұны жасап керек емес деген сияқты, немесе бұл өте тамаша, осыны қолдансаңыз болады деген сияқты кеңестеріңізбен бөліссеңіз, сіз аудиторияңызды ыстық бола бастайсыз. Келесіге кеттік, мысалдар көрсету. Яғни сіздің контентіңізді тек қана айтып қана қоймай, оны көрсетіп қана қоймай, сол мысал ретінде көрсету. Мысалға, менің өзімнің видео контенттерімде монетизация қосу жайлы айтамын. Басында айтып жүрдім, одан кейін көрсеттім. Яғни қалай басу керек, одан кейін қай жерге басу керек деген сияқты тақырыптарды, сол тематиканы көрсете аласыз. Келесі формат бұл дәлелдер көрсету. Яғни сіз белгілі бір саланың маманысыз, сол арқылы сол салада айтып жүргендіктен просто ғана сөйлеп қана қоймай, құр ауыздан басқа дәлелді көрсететін болсаңыз, онда сіздің спец екеніңіз, сол саланың маман екеніңізді одан әрі арттырады. Яғни сенімділік артады. Сол арқылы сіздер өзіңіздің аудиторияңызға тағы да жақындай түсесіз. Мен мысалға өзімнің каналымда монетизация қосу, монетизацияны қалай ақша табуға болады жөнінде айтып жүрмін, және де өзімнің видеоларымда немесе сообщество деген бөлімде мен скриндарды көрсетемін. Яғни осындай просмотрға осындай ақша табуға болады. Бұл 200 мың просмотрмен миллион табу деген ол өтірік деген сияқты мен өзімнің факттарын көрсетіп жатырмын. Сол арқылы мен өзімнің аудиторияма жақынырақ түсемін деген сөз. Келесіге кеттік. Яғни дайын шешімдер көрсету. Дайын шешімдер көрсету бұл көп адамдар YouTube'дан білесіздер, өзімізде сондаймыз, білмейтін нәрсені, жаңадан ұстап жатқан нәрсені дұрыстап түсініп көру үшін YouTube'дан іздейміз. Яғни мынаны қалай жасайды, немесе мына жерде орысша жазамыз, как сделать, немесе как исправить деген сияқты сондай тақырыптармен жазып, оны видеоны тауып, соны қарап барып жасаймыз. Яғни тап осындай мысалдар көрсету арқылы сіздер өзіңіздің дайын шаблон жасап қойып, мысалға компьютерге қатысты маман болатын болсаңыз, компьютердің программасын қалай орнату керек, Word-ты қалай орнату керек жаңа компьютерлерге, немесе тағы да видеомонтаж программасын қалай орнату керек деген сияқты әдіс тәсілдерді, дайын шаблондарды көрсетсеңіз, осыдан кейін осыны жасайсың деген сияқты. Онда сіздің экспертность дейді ғой, мамандылығыңыз, маман екеніңіз жоғарырақ тағы арта түседі. Сондықтан сізге алдағы уақытта тағы да клиенттер келеді десек болады. Бұл өте узкое направление деп айтсақ болады, яғни сол арқылы сіз өзіңізге қосымша ақша таба аласыз, тіпті клиенттерді молырақ ала аласыз. Келесіге кеттік. Тақырыптағы сөздің құндылығы. Ең алғашқы әсер қалдыратын, ең алғашқы просмотр жинайтын ол біздің видеода бетіндегі сурет және де жазуы. Яғни тақырыптың сөзінің құндылығы, маңыздылығы қаншалықты құнды болатын болса, соғұрлым сіздің видеоңыз просмотр жинай береді. Яғни бүйтіп алып қарайтын болсақ, сіздің тақырыптағы құндылығы жоғары сөздерді қолдану арқылы ол адамның пайдасына тиетіндей бір видео жасасаңыз, бір кеңесіңізді айтсаңыз, онда сіздің видеоларыңыз жоғары қаралым жинайды. Мысалға, ондай жерде қандай сөздер қолдансақ болады? Пайдалы, құнды, қарапайым, табыс, үнемдеу, ақша табу, немесе тез оңай жасау деген сияқты құнды осындай бір жақсы өтетін сөздерді қолдансаңыз, онда сіздің видеоңыздың просмотры неғұрлым жоғары болады басқа сөздерге қарағанда. Келесі, уақыт бойынша өзектілігі. Яғни болған біздер трендті, хайпты жатқызамыз. Яғни уақыт бойынша өзектілігі дегеніміз бұл дәл қазіргі уақытта болып жатқан қандай трендтегі жаңалықтар бар, қандай у-шулар бар, сол жайлы өзіңіздің видеоңызды немесе посттарыңызды жазсаңыз болады. Яғни сол ілініп жатқан, кетіп жатқан хайптың бір шетінен ұстап алып, сол жайлы сізде өзіңіздің постыңызға салыңыз, YouTube каналыңызға салыңыз, сол арқылы сізде сол ағымда кетесіз, жаңаша аудитория жинай аласыз. Сондықтан
бұл жерде ескертетін нәрсе нақты тақырыптар болғаны дұрыс. Нақты тақырыптар. Өсек аяңға тағы басқаға еруге болмайды. Хайп деген басқа, өсек деген басқа, тренд деген басқа. Бұл жайлы мен өзімнің басқа видеоларымда айтқан болатынмын. Сондықтан тренд пен хайпта ілуге болады, бірақ өсек жайлы ілмеңіз. Яғни біреудің бір жері жыртылып қалыпты, құлап қалыпты, үйтіп қалыпты, бүйтіп қалыпты деген нәрселерге еріп қажет емес. Сондықтан сіз өзіңіздің каналыңыздың немесе әлеуметтік желіңіздің құндылығын жоғалтпау үшін нақты ақпараттармен бөліскеніңіз дұрыс, өз ойыңызды айтқаныңыз дұрыс. Келесіге кеттік. Барлығы бір жерде деген аталады. Яғни сіз өзіңіздің каналыңызда, жаңағы контентіңізде белгілі бір проблеманы шешу арқылы, сондай бір тақырыптағы бір проблемаларды айту арқылы, оның шешімдерін айту арқылы, сіз екінші соған ұқсас проблеманың немесе тағы басқа ұқсас тақырыптағы сол саладағы мәселелер жайлы сол жерде айта аласыз. Яғни барлығын бір жерге тығып, сол жерде көрсету, немесе өзіңіздің каналыңызда бірнеше қысқа видеолар түсіре аласыз. Яғни канал ашу жайлы бір бөлек, обложка жасау деген бір бөлек, тегтерді жазу деген бір бөлек. И сол видеода сіз айта аласыз. Мысалға, мына жердегі подсказки деген бөлімде сіз шығара аласыз. Яғни, егер сіз обложка жасау жайлы видео көргіңіз келсе, подсказкаға басып, сол жерден тікелей өте аласыз деген сияқты. Немесе сипаттамаға мен видеолар тізімін жазып қоямын деген сияқты. Сіз келесі тақырыптарға барлығын бір жерден шеше аласыз. Көрдіңіз бе? Сонда сіздің қарап отқан аудитория, сізді қарап отқан адам басқа бір жерден іздегісі келмейді. Яғни мына жерден таптым, болды. Сізден айырылмайды. Яғни сіздің айтып жатқан тақырыптарыңызды, сіздің айтып жатқан контенттеріңізді толығымен пайдаланады. Басқа жерге кетіп басын қатырмайды. Сондықтан сіз барлығы бір жерде деген форматты ұстанатын болсаңыз, сіз өзіңіздің аудиторияңызға одан әрі жақындай түсесіз. Келесіге кеттік. Келесі ақпараттық толқын. Бұл оқырмандарға тақырып ұнап қалған жағдайда оларға бөлісу, тарату жолдарын қарастыру. Мысалға, егер осы айтып жатқан менің тақырыптарым, менің айтып жатқан ақпараттарым сізге ұнап, сізге құнды болатын болса, сіз онда өзіңіздің досыңызбен, әріптесіңізбен бөлісесіз. Сол сияқты сіз де өзіңіздің айтып жүрген инстаграмдағы посттарыңызды оқырмандарыңыз ұнатып қалса, ол міндетті түрде бөліседі. Сондықтан ақпараттық толқын дегеніміз осы сіздің айтып жүрген нәрселеріңізді басқа да қосымша құралдар арқылы бөлісу. Мысалы, WhatsApp бар, Instagram бар, VK бар, YouTube бар деген сияқты. Сондықтан комментарийға да сіз өзіңіздің түйгеніңізді қазір жазып кетсеңіз болады. Келесіге кеттік. Бұл құпиялық. Құпиялық дегеніміз өзі аты айтып тұр. Басқа біреулер айта алмайтын нәрселерді сіздің каналыңызда, сіздің инстаграмыңызда айтатын болса, онда сіз одан әрі ұнай бастайсыз. Құпия түрде айтсаңыз, сіз конкуренттеріңіздің жаңағыдай сырын ашуыңыз мүмкін, немесе олар сол арқылы ақша тауып жүрген нәрсесін сіз тегін бере салуыңыз мүмкін. Бірақ та сіз сол арқылы сіздің аудиторияға тағы да жақынырақ түсесіз. Түсінікті ғой? Келесі кеттік. Тегін деген нәрсе бар. Яғни жаңа айтқандай басқалар ақша айтатын нәрсені тегін айтатын болсаңыз, сол арқылы сіз өзіңізге тағы да жақсы сапалы аудиторияны жинайсыз. Мысалға, мен өзімнің YouTube каналымда инженер-маркетолог деп аталатын. Мен YouTube-ға қатысты ақпараттармен бөлісіп жүрмін, и оны тегін бөлісіп жүрмін. Оны ақылы мен бөлісуге болатын еді. Яғни маған WhatsApp-қа жазады, күніне жоқ дегенде маған жаңадан 2 адам жазады. Жоқ дегенде. И әркім әртүрлі жаста көп оқушылар жаңадан канал бастап жатыр. И олар маған айтады, қалай ақша тапсам болады, қалай жасасам болады, мына видеоға қалай кеңес бересіз деген сияқты. Мен оларға тегін WhatsApp-пен бөлісіп жатырмын да. И оның құнын алып жатқан жоқпын десе болады. Яғни мен дым ақша тауып жатқан жоқпын оларға. Бірақ та менің ақша табуыма болатын еді.
яғни мен курс ұйымдастырып жіберемін, немесе тағы басқа марафон бастап жіберемін деген сияқты. Бірақ та ондай жасап жүрген жоқпын. Оның реті келеді алдағы уақытта. Пока что уақытша осы уақытта мен тегін бөлісіп жатырмын. Сол сияқты сіз де тегін бөлісе аласыз біреудің ақшаға айтып жүрген нәрселерін. Ол да аудиторияны сізге жақындатады. Бірақ та бір ескеретін жайт, барлығын айта беруге болмайды. Яғни өзінің ұстанып қалатын бір бөлімдері болады. Яғни тегін айтуға болмайтын. Сондықтан соны ескергенім жөн. Мен де ондай нәрселерді айтып жүрген жоқпын. Сондықтан мені қарап отқан, менен сұрап жүрген тыңдаушыларым болса, көрермендерім болса, мен барлығын айтып жүрген жоқпын. Әлі де айтылмаған сырлар көп. Сондықтан қарапайым ғана сұрақтарға мен толығымен жауап берем, ал қалғандарына жоқ. Келесі. Так, түсініктілік. Яғни түсініктілік дегеніміз қалай айтсақ болады? Егер тыңдаушы сіздің сөзіңізді түсінбесе, сіздің контенттен толық таныса алмайды. Яғни сіздің контентпен толық таныса алмайды. Яғни мен бұл жерде ежіктеп, монотон сөйлеп жататын болсам, онда сізге де қызықсыз болады, және сіз видеодан шығып кеттіңіз дәл қазір. Түсінікті ғой? Сондықтан сізге контентіңіз әрі қарай түсінікті болу үшін, тағы да басқа видеоларыңызға қызықтыру үшін сіз сөйлеген кезде де, айтқан кезде де түсінікті қарапайым қылып айту керексіз. Мысалға мен өзім қарапайым тілмен түсіндірем, тіпті 5 жасар балаға айтқан кезде түсінетіндей мен қарапайым қылып түсіндірем. Егер мен терминдер қолданып түсіндіретін болсам, мысалға монетизация, оның ішінде удержание аудитория, тағы деп айтып көпіріп отыра беретін болсам, сізге қызықсыз болып кетеді. Монотонно бір стильде, яғни бір терминдерді қолданып, ол үшін қызықсыз болып кетеді. Сіз жауап жасайсыз. Мен удержание аудитория ол дегеніміз деп мен қасына анықтама беріп кетемін. Ары қарай адамдар мысалға орысша түсінбейтін балдары болады, қыздары болады, сондықтан оларға анықтама беріп кетемін. Дейді де ары қарай тыңдай береді. Сол сияқты сіздің өзіңіздің контентіңіз өте түсінікті болу керек. Келесі, көздеу эффектісі. Бұл инсайт деп айтсақ болады. Инсайт деген керемет бір сөз бар. Біреу білсе, біреу білмейді. Инсайт дегеніміз бұл қазіргі менен осы видеоны тыңдап отырып, бір жақсы ақпараттар алсаңыз, сіз досыңызға немесе инстаграмдағы аккаунтты бөлісе аласыз. Мен инженер-маркетолог каналынан осындай Жалғас деген кісіден керемет инсайт алдым. Керемет ойлар түйдім. Енді мен инстаграмымды жаңаша жүргіземін. Бұл, яғни инсайттармен бөлісу, белгілі бір кітапты, немесе белгілі бір тақырыптағы посттарды, сайттағы бір сайттағы бір мақалаларды оқу арқылы сіз бір инсайт аласыз. Кез келген жағдайда инсайт аласыз, сол инсайт арқылы сіз өзіңіздің оқырмандарыңызбен бөлісесіз. Бұл бір ғана бөлім. Яғни сіз ойлап қараңыз, егер дым шығаратын ой келмей жатса, сіз алдыңызда просто қолыңызға түскен бір кітапты немесе бір ақпаратты оқыңыз. Ерінбей оқыңыз немесе видеоны қараңыз. Сол жерден не түйесіз, и сол жайлы инстаграмға немесе ютубқа жазсаңыз болады. Бірақ ол сіздің тақырыптан ауытқымау керек. Келесі. Оппозиция тактикасы дейді. Яғни бұл оппозиция тактикасы дегеніміз бұл көшеге шығып, жүгіріп, оян қазақ деу емес, яғни бұл жерде ережелерге қарсы шығу деп аталады. Яғни ережеге қарсы шыға тұра, сіз дәлел ретінде назар аударта аласыз. Яғни белгілі бір өзіңіздің тақырыбыңызда нақты ережелерді білесіз, оларды жақсы меңгергенсіз, бірақ та сіздің өзіңіздің ішкі түйсігіңіз бар, түйгеніңіз бар, тәжірибеңіз бар. Сол арқылы ол ережелерді бұзу, немесе ол ережелерге қарсы шығу арқылы өзіңіздің дәлелдеріңізбен, факттарыңызбен көрсету арқылы оппозициялық бағыт ұстану. Яғни бұл жерде YouTube канал арқылы, Instagram арқылы барлығына қарсы шыға беру емес. Яғни дұрыс, салиқалы түрде сіз өзіңіздің ойыңызды көрсету, өзіңіздің позицияңызды дұрыс түсіндіру. Соны ескерген жөн. Сондықтан өзіңіздің позицияңызды алдымен бірінші түсіндіріп кетіңіз, содан кейін барып оппозициялық бағыт ұстанасыз. Яғни
әншілерге қарсы, фонограммаға қарсы тағы бір нәрсе тақырыптарды қозғап, түсіндіріп, әр әншіні салыстыра кетуге де болады деген сияқты бір ойлар тастап жүрдім, тегін ала беріңіздер. Келесі, бұл провокация деп аталады. Провокация дегеніміз енді өзі аты айтып тұр, тым мақтаушылықтың, жағымпаздықтың әсері бұл шынайылықты жойып жіберетін, білесіз. Мысалға, Инстаграмда өзіңіз немесе ютубта біреуді мақтап, біреудің жаңағыдай артын жалап деген сияқты нәрселерді қолданатын болсаңыз, яғни біреуді мақтау арқылы сіз көтерілемін деп ойлайтын болсаңыз, онда сіз аудиторияңызды жалықтырып аласыз, мынау жаңағы бірдеңені жалағыш деген сияқты. Сондықтан сондай сөздер шықпау үшін сіз шынайы провокациялық жолды ұстана аласыз. Яғни бұл жерде сізге әділ болу керек, қатал болу керек, бірақ жеке басқа тиіспей, өзіңіздің позицияңызды дұрыс көрсетіп, түсіндіріп, барлығын түсінікті түрде жасау керексіз. Ескеретін жай. Яғни провокация дегенде, мысалы жаңағы айтқан әншілерді, тағы басқа актерларды арқылы, жамандау арқылы сіз жақсы көтеруге болады, жақсы просмотр жинауға болады, бірақ та өзіңіздің позицияңызды дұрыс көрсету керексіз. Яғни оның реально қате жерін айтып, реально жақсы жерін мақтау керексіз. Соны шатастырмаңыз. Тек провокацияны айтып кетуге болмайды. Келесі, форматтардың үйлесімділігі. Бұл жерде, бұл тактикада көп адам қолдана бермейді. Бұл тактиканы көп адам қолдана бермейді. Бұның жаңа айтқандай форматтардың үйлесімділігі. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл жерде сіз барлығын бір жерде қолдана аласыз. Барлығы дегеніміз не? Бұл кескіндер, яғни суреттер, видеолар, анимациялар, инфографика, кейс, жазу, текст, барлығын бір жерде қолдану арқылы сіз осы бір форматты ұстана аласыз. Егер сіздің қолыңыздан келсе, яғни сіз осы жасап жатқан дүниені ерінбей жасай алатын болсаңыз, онда бұл керемет формат. Мысалға, мен қазір түсіріп жатырмын, бұл бір видео ретінде, мына жерге жазулар шығады, болды. Артық ештеңе жоқ, мен басымды қатырғым келмейді монтажға, сондықтан мен осымен ғана шектеліп жатырмын десе болады. Ал егер сіз осының қасына сіз анимация немесе инфографика қолданатын болсаңыз, бұл сізге сіздің аудиторияңызға өте қызықты болады. Мысалға, мен мына жерде бір мультяжный кейіпкерлерді жүгіртіп айтып жатқан тақырыптарына сәйкес бір нәрсе жасатқызып қоятын болсам, онда сізге қарауға қызықты болады. Сондықтан сондайды да қолдануға болады, бірақ бұл ұзақ уақыт алады және де көп еңбекті талап етеді. Бірақ та өте күшті формат. Келесі кеттік. Бұл жақсы және жаман адамның образы. Ол қалай? Кез келген нәрсені жақсы және жаман жағынан көрсетуге болады. Мысалға, менің де жақсы жағым бар, жаман жағым бар. Сол жайды сіз өзіңіздің блогтарыңызда бөлісе аласыз. Бірақ та ескеретін жайт, сіз адамды немесе затты мақтап жатқан кезде, оның теріс жағын айтып, сәл ұрысып жіберсеңіз де болады. Одан кейін, сол кезде сіз екі түрлі аудиторияны жинай аласыз. Яғни, мені, мысалы айтайық, просто образына, мені жақсы көретін адамдарды да өзіңізге қарата аласыз, мені жек көретін адамдарды өзіңізге қарата аласыз. Сол сияқты сіз басқа адамдарға жасай аласыз. Яғни, біреу арқылы көтерілу оңай әрине. Яғни, аудиториясы кең, барлығы танитын адамдарды өзіңіздің каналыңызға салып, кәдімгідей бір талдап тастайтын болсаңыз, бір жақсы формат тоже. Сол арқылы сіз реально жақсы жағын айтып, одан кейін жаман жағын айтып, сіз бір белгілі бір өзіңіздің ойыңызды жеткізе аласыз. Сол арқылы сіз жақсы, олардың мақтайтын, жақсы көретін адамдарға да ұнайсыз, және де жек көретін адамдарға да ұнайсыз десек болады. Сондықтан сіз өте үлкен аудиторияны өзіңізге қарату арқылы каналға немесе инстаграмға шақырасыз, тіркеліңіздер деген сияқты. Осымен бұл тек қана 20 ғана түрі. Сондықтан сіз ендігі видеоларда немесе алдағы пост жазатын болсаңыз, осы видеодан түртіп алғандарыңызды өзіңізге қажетті, көмектеседі, осы тебеді-ау деген тақырыптарды алып жасай берсеңіз болады. Өте құнды ақпараттар берілді.
Егер сізге видео ұнаған болса, онда сіз өзіңіздің түйініңізді Инстаграмда немесе ютубта бөліссеңіз болады. Немесе комментарийға өзіңіздің ойларыңызбен атсалысып кетіңіз. Және де каналға тіркелуге ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тек қана ютубқа қатысты тақырыптар емес, инстаграмға да, жалпы әлеуметтік желілерге және де маркетингке қатысты көптеген тақырыптар қозғалатын болады. Осы жерде отырып көптеген видео түсірейін деп жатырмын. Сондықтан алдағы видеоларда көріскенше сау, саламатта болыңыздар.